Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен сүтті қыз молочная девочка тортын пісіреміз. Бізге мына сгущенка керек. Менде 3 желание. Сгущенкаға жұмыртқаны салып миксерлеп аламыз. Үй температурасында тұрған сары майымызды салып, оны де миксермен араластырамыз. Осы жерде үстіне ұн мен қопсытқышты араластырып, елгезектен өткізіп, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Қамырымыз осындай қою масса болады. Осыны мен 24 диаметрлік кольцода пісірдім. Өте тез піседі. 180 градуста 5-10 минутта пісіріп аламыз. Ал енді крем дайындаймыз. Творожный сыр мен сахарный пудраны араластырамыз біркелкі болғанша. Үстіне тоңазытқышта бір күн тұрған сливкимізді міндетті түрде 33-35% болу керек. Осыны құйып, қою крем болғанша араластырамыз. 8 дана кор шықты. Осыны астына крем жағып, кезектеп жинаймыз. Крем жағамыз, коржын салып, кремді пакетке құйып алып, шетіне тегіс қып жағып шығамыз. Сонда тортымыз кескенде әдемі көрінеді. Осылай кезектен крем жағып, коржын салып, тортымызды жинаймыз. Осыны кольцода жинаған ыңғайлы. Бір тегіс әдемі болып шығады сонда. Тортымыздың сыртына кремін жағып, мына мен вафельный крошкамен сәндедім. Өзіңіздің қалауыңызша шоколадный патек немесе жеміс жидектермен сәндесеңіз болады. Осылай сәндеп болғаннан кейін тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қойып қоямыз. Өте жұмсақ, нәзік торттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.